Сот орындаушы неге таяқ жеп қалды? Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан. Осы аптада болған жағдай барлығымыз білеміз. Сот орындаушы сот шешімін орындау кезінде, яғни үйді бұзу кезінде үйдің иесі келіп сот орындаушының бүйрегінен өкпесінен ұрды. Соның кесірінен сот орындаушы құлап қалды. Кейіннен экспертиза жасалып, экспертизаның орта зақым келгені анықталды. Сот орындаушы арыз жазып, жаңа ұрған адамның үйдің иесіне іс қозғалуда. Әзір белгісіз, әкімшілік іс бола ма, қылмыстық іс бола ма, ол әлі белгісіз, бірақ іс қозғалуда, полиция қызметкерлерімен. Осы туралы талқылайық. Сот орындаушынікі бұл жерде дұрыс па, дұрыс емес па? Жаңағы үйдің иесі сот орындаушыны ұрған, ол дұрыс па, дұрыс емес па? Сол туралы біраз айта өтейік. Мына бізде заң бар. Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушылар мәртебесі туралы заң. Ол 2010 жылы 2 сәуір күні бекітілген, номер 261-4. Осы заңға сәйкес, сот орындаушылар туралы заңға сәйкес, сот орындаушының құқықтары мен міндеттері бар. Қандай сот орындаушының құқығы бар? Бұл кезде сот орындаушы сот шешімін қолына алды. Сот шешімінің негізінде үйді бұзылсын деп айтылды. Соны орындауға келген азамат өзінің лицензиясы бар орындауға. Орындаудың алдында ол не жібереді? Хабарлама, уведомление жібереді. Осындай күні, осындай уақытта сот орындаушы ретінде мен келемін, бұзамын. Осы уақытқа шейін өз еркілеріңізбен бұзуға уақыт беріледі деп хабарлама жіберу керек. Хабарлама жіберіледі, межеленген уақыт өтеді. Осы уақыт өткеннен кейін сот орындаушы белгіленген уақытында, хабарламада белгіленген уақытында келіп, участковыйды келіп, жедел жәрдемді шақырып, жаңағындай бұзуға кіріседі. Сол кезде бұзуға кіріскен кезде оған негізі бұзуына бөгет бермеу керек. Өйткені соттың шешімі бар, уже орындауға келіп. Оған дейін жалоба жазып, шағым жазып, жаңағындай іс-әрекеттер жасау керек еді. Бұл кезде не істеуге болады? Мысалға, уже енді ситуацияны қарайық. Сот орындаушы келді, жаңағындай хабарлама келді, уведомление, уақыт болды. Не істейміз? Бұл кезде ең жоқ дегенде сот орындаушының әрекетіне шағым жазып қою керек еді. Шағым жазып қойса, шағым жазған уақыттан бастап, сот істі қарағаннан бастап, сот орындаушының іс-әрекетіне іс тоқтатыла тұрады. Уақытша 1 айға ма, 2 айға ма тоқтатыла тұрады. Сол уақытта бұл кісі өзінің үйінің керек жақтарын өзі-ақ жаңағындай шешіп алып кетуіне болатын еді. Бұл енді ересек позициясынан, мына ақыл есі дұрыс, сосын кейін мына жоспарлау жағынан дұрыс әрекет. Бірақ бұл жерде ондай болған жоқ. Сот орындаушы орындауға келді. Ана кісі енді үйін сақтап қалудың амалында шырылдап, бала-шағаның немесі бар, енді шыдай алмай ұрып жіберді. Түсінікті. Моральдық жағынан мен енді қалай деп айта алмаймын, бірақ ол кісілер түсінуге болады. Әрине, енді әр азаматта болады ғой ондай. Шыдамады сот орындаушының ондай іс-әрекетіне, бір ұрып жүрді. Бірақ бұл ұрғаны дұрыс болмады. Өйткені адамға зақым келтіру, зиян келтіру, оның барлығына жауапкершілік бар. Сонымен қатар сот орындаушы өзінің қызмет бабының қызметін орындау кезінде болған. Сол кезде жаңағындай ұрып жіберді. Яғни бұл кезде менің ойымша бұл жерде енді сот орындаушы былай айтқанда өзінің қызметінде, өз жұмысында болды. Егер өз жұмысыңызда сізде ұрып жүрсеңіз, сізде қалай боласыз мысалы? Ол да дұрыс емес бір жағынан, заң аясында жасау керек еді. Сот орындаушылар бізде негативті қабылданады барлық жағдайда, өйткені олар өндіруге келеді. Бірақ бір жағынан қарасаңыздар, егер сіз біреуге қарыз берсеңіз, қарызды ол кісі төлемей жүр, сол кезде кім көмектеседі? Юристтер көмектеседі, жаңағындай соттың шешімі шығарғанға. Судья сот шешімін шығарады, бірақ соттың шешімін орындайтын сол сот орындаушы ғой. Енді екінші жағынан қарасақ, сот орындаушы енді пайдасы бар, жаңағындай қарыз берген адамға,
қарызды алушы адамға пайдасы бар, яғни ол реально орындап береді. Иә, яғни сот орындаушы жаман деп, толық жаман деп айта алмаймын, барлық жағынан сот орындаушының пайдалы жағы өте көп, иә, сот орындаушыларында. Бірақ кейбір кезде сот орындаушылар асыра сілтеп өзінің қызметін қолдануы мүмкін. Ондай кезде сіздер не істеуіңіз керек? Осы сот орындаушыны ұрмай, керісінше оның әрекетіне, іс-әрекетіне шағым жазуыңыз керек, сотқа, прокуратураға шағым жазуыңыз керек. Сот орындаушылар палаталары бар, сол сот орындаушылар палатасына арыз жазуыңыз керек. Яғни осылай өз құқықтарыңызды сіздер қорғауларыңыз керек еді. Қазір қонақтар келіп қалыпты, аша берсін, мен ары қарай қазір жалғастыра беремін жалпы тақырыпты. Сондықтан егер сіздердің сот орындаушының бір кикілжіңдеріңіз болса, шешілмеген сұрақтарыңыз болса, оны шағым келтіру арқылы сіздің шешкендеріңіз дұрыс, иә, шағым келтіру арқылы. Шағым келтірсеңіздер, яғни заң аясында сіз өзіңіз істеріңізді шеше аласыздар. Сондықтан бұл кезде енді бұл заңи бағалау, ал енді бұл әлеуметтік бағалауға келетін болсақ, былай айтқанда не үшін құқық қорғау органдары, қасында участковый болды, милициялар болды, солар құр қарап тұрды, солар неге көмектеспеді, ол да сұрақ. Одан кейін жаңа сот орындаушы видео шығарды, ремень тақпаған үшін ол кісіні жазаға тартты, яғни әкімшілік жазаға тартып штраф қойды. Не үшін полиция қызметкерлері оған солай істеді? Торы сұрақ, иә. Мүмкін сот орындаушының өзі мінезде кішкене сондай шығар, шатақ мінез шығар. Ол да болуы мүмкін, оны айта алмаймыз енді мінез жағынан. Бірақ біз жаңағындай эмоцияға берілмей, заң аясында шағым жазуымыз керек. Шағым қайда жазамыз? Сот орындаушылар палатасына, прокуратураға және сотқа шағымдануымызға болады. Осында жағдай. Сондықтан, егер сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Келесі видеода да әлді шығарып комментарий беріп отырамын сіздерге осындай сұрақтарға. Егер видео ұнаса, комментарий, лайк басып және достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.